Бәріне сәлем, мен Гүлнарка. Бүгін мен сіздерге өзімнің күнделікті жасайтын макияжымды көрсететін боламын. Осындай тақырыптағы видеоны орыс блогерлерінен көп көрген болатынмын, және неге өзім түсірмеске деген шешім қабылдадым. Менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші мен шашымды жинап аламын. Керек кезде жиналмай әбігерінді шығарады ғой. Ну вот, короче, как-то так. Ең бірінші мен бетімді макияжға дайындаймын. Мен қазір уже бетімді умывалкамен жуып келген болатынмын. И мен сразу тоник жағамын. Осындай тонер жағамын. Бетімізді макияжға міндетті түрде дайындап алу қажетпіз. То есть просто алып, дайын емес бетке томалка жаққан өте ошибка болады. Ошибка. Мен алып, осылай бетімді осымен сүртіп шығамын. Все. Осындай күшті бет болды. Бетіме крем жағамын. Осындай бізде крем для лица. Мен база ретінде крем использовать етемін. Любой негізі жақсы бетіңізге келетін крем, мне кажется, бола береді. Мен өзім всегда сөйтемін, потому что, білмеймін, арнайы база көбінесе использовать етпеймін. Сыворотка тоже прям күшті. Сыворотка бар деп айта алмаймын. Өзіме ең ыңғайлысы осы крем. Өзіме қатты ұнайды осы крем. Басында бір түрлі болған, будто бы не очень сияқты ма. Қазір наоборот күшті сияқты. Ұнайды өте қатты. Бірінші қасымды осындай гель қолданамын. Алып тастаймын. Қолға да жауып тастаймын өстіп, чтобы көп болып кетпеу үшін. И смотрите. Бірінші қасымды бәрін жерге түсіріп аламын. Потом уже тарап солай тараймын. Сонда бізде гель қатады. Выглядит как-то так. Мен спонжикті сулап алдым. Блин, почему аяқ шашылып жатыр? Мен спонжикті сулап алдым. Енді томалка жағатын боламыз. Менде негізі использовать ететін бірнеше тональный основалар бар. Оның ішінде осы Мишаның кушоны. Прям қатты алғым келіп алған болатынмын Мишаның кушонын. Бірақ что-то өзіме ұнамады. Андай комедонный дейма, сондай шығарып жібере ма, сондай бір нәрсесі бар енді. Бізде BB кремдер бар осындай, екі түрлі. Мама екеуміз алғанбыз. И маған көбінесе осы маманың ұнады. Вот, қазір осын жағам. Холиканікі. Қолыма жағып аламын бұны. Керекті мөлшерде. Вот, в принципе, осындай жетіп қалады. Көп жақпаймын. И спонжикті алып, осылай қолыма істеймін. И уже бетіме. Қолыма істеп тұрып, бетіме істеймін деген сияқты ғой, короче. Менде осындай Эвелиннің консилері бар. Осы Эвелиннің консилерін қолданамын. Өзіме пәйде қатты ұнайды. Үстіп қолдана салам көзімнің астына. Бұл именно көздің астына арналғаны. Осылай қолданамын. Бүйтіп асты жақтарына да жағып шығамыз. Жағамын. Потом көздің төбелеріне де осылай жағамын. В принципе, болды. Енді бәрін бірге алып үстіп губкамен ұрамыз. Көзімізді особенно. Енді менде осындай кисточка бар. Осы кисточкамен мына жерлерді үсіп шығамын. То есть, чтобы контур қатты көрінбеу үшін ба, білмеймін, қаншалықты бұл полезно ма, полезно емес па, бірақ беттің контурларын үсіп шығаруды бір жерден лайфхак көргем, соны әйтеуір істедім. Все, менде полностью тон дайын. Что мне делать дальше? Я не знаю, прикиньте, ребята. Келесі мен румяна использовать етем. Менде осындай румяна бар, плюс жидкий румяна бар, ще покажу. Вот мынандай кремовый вариант бар и мынандай вариант бар. Осындай 3 түрлі румяна бар. Үшеуінде базардан сатып алғам. Осындай. Көбінесе осыны көп қолданамын. Сухой текстура, по идее, көп өзіме өтеді. Бірақ қазір, знаете, мен хочу сперва осындай, использовать именно вот это вот. Мен бетімнің осындай контурына жағамын, чтобы бетіміз шығып тұрған сияқты болу үшін. Как-то так. Чуть-чуть мұрынға. И осы жерлерге. Осында. Көп болып кетті.
солай болып тұрады. И мен осының бәрін тура жаңағыдай спонжикпен растушевать етіп шығамын. Негізі кремовый текстуралар, осындай кремовый румяна алам деп жүргенмін ғой. И мен андайға әбден үйреніп қалғанмын да. И кремовый алған кезде маған по идее супер непривычно болды да. То, что ол осындай неудобный, анандай странный. Но уже по идее привыкла. Енді мен сыртынан обычный сухой-то қолданамын, потому что мне кажется, эффект все-таки будто бы и нету. Вот просто аламыз осылай. И на камень сразу иступ не стим. И все. Менде сонда румяна есть. И вот. Сюда линия мен. И тоже линия мен чуть-чуть жағып шығам, чтобы... И мен сразу осы кезде бальзамды көп жағып қоям ерніме. Чтобы помаданы қазір помада жаққан кезде помадамыз күшті жағылу үшін. Менде осындай обычный народные рецепты деген бальзам для губ. Фито дегеннен. Обычный. Дальше менде көз. Көзіме негізі кейде сразу румяна жағып тастаймын, а кейде жақпаймын, потому что я хочу сейчас именно тендермен істеуге. Менде осындай 40 жылдық тень бар. И мен осы теньді алып, кесечкамен жағам. Бізде бірінші осындай. Ең бірінші мен осындай бесцветный түсінен алып алам. Солай. И наяққа бүйтіп істеп алам, чтобы артығы кетіп қалу үшін. И просто көзіме үстіп обычный қып жағам. Самый обычный. Тоже просто алам. Үстіп істеп алам. И көзіме ақындап оттенок беретін қып жағам. Кейде мен просто үстіп қалдыра салам. Кейде көздеріме прям қатты акцент қойып, жылтырларымен сөйтіп жасаймын. Әсіресе бұрын қатты жақсы көретінмін. А қазір ондай қатты почему-то любитель емес болып қалыппын. Көзге істеуді ше. Білмеймін неге екен. Мен қазір просто нашағын потемнее қып жасаймын. Осы кисточканы алып, кішкене потемнее оттенок аламын. Вот, видите, вот потемнее. Либо вот это, либо, ну, мне больше нравится осы. Осыны аламын. И көзімнің асты жағына қарай уже просто жағам. Сол кезде уже, видите, да, более темный не шығады. Градиент сияқты ше. Кейде қолмен де растушевка жасаймын, потому что кейде маған кисточкамен ол өте неудобно. Болмаса өйстіп жасап жүремін. Вот. Бізде, в принципе, кірпік қалды. Один из самых важных, мне кажется, да, даже. Осындаймен бірінші қайырып аламын. Видите, уже андай эффект бар. Получается как-то так. Обычный Эвелиннің тушы. Басында ұнайтын, қазір ұнамай жүр в последнее время. Тез ағып, наян қап-қара болып қалады. Мне это вообще не по душе. Кеуіп қалды ма, білмеймін, честно говоря. Что-то вообще не нравится. Щетка осындай. Осылай аламыз да, осылай боямыз. Мен көп қазір боямауға тырысамын, потому что мынау ағатын болып жүр да. И асты қап-қара болып қалады. Потому что ол уже неаккуратный макияж создавать етеді да. А мне не нравится, когда все неаккуратно. Көзімнің асты вроде норм, но бүгін мен сонда да блеске қосқым келіп тұр. Менде по идее хайлайтер бар. Осындай хайлайтер бар. И қазір мен хайлайтерді көбінесе қолмен алып жағамын. Осындай жаққа жағам. И осындай жаққа. Мұрынға жаққан кайф қой хайлайтерді. Мұрын жылтыр етіп тұрады. Видите? Менде кисточка бар, менде осындай маленький. Осымен көзімнің асты жағын жасаймын. Осы жағын. Себе көп жағамайым, потому что бір кезде көп жағатымын да. И ол мені көзіме прям жаман көрсететін ғой. Я помню, как это выглядело не очень. Губы қалды. Мен осындай карандаш использовать етем. Менде фавориттерден карандаш осы. Но просто обычный тоже базардан алынған. Осы Флармор дейма. Сондай карандаш. Потом Кико бар. Но тоже самый обычный базардан алынған. 500 теңгеге алғам. Сондай арзан Киконың несі блеска. И менде мындай нормальный помада бар. Не знаю, Art Soft деген оттенок, да. Короче, что я сейчас хочу сделать, я вообще не знаю. Скорее всего, мен просто осыны қолданам, потому что маған осы ұнайды.
и то ұшы кетіп қалыпты ғой. Просто аламын и ернімді уже бояп бастаймын. Мен всегда контурдан шығармай бояймын, потому что всегда контурдан шығарсам как будто жаман болып қалған сияқтындай. Осындай болып тұр, маған ұнап тұр. Бұрын тинт использовать еткенді жақсы көретінмін, осы обычный детский тинт, но мынау өте қатты ернімді сухой қылып жібереді да, и қазір маған ол вообще ұнамайды. Фавориттердің ішінен осы, потому что мынау менің ернімді вообще сушить етпейді, и вообще кайф. Просто осындай обычный блеск. Жағамын и все. И вот бізде в принципе осындай повседневный макияж пайда болды. Қазір шашымызға жынды укладка жасақ, вообще красавица боламыз. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Келесі жолыққанша сау болыңдар.